әрбір табысты күн дұрыс жоспарланған минуттардан құралған кірпіш. Күн тәртібі сол кірпіштерді қалайтын шебердің жобасы. Естай номері 129 Әбіраш Рәмішев атындағы мектеп-лицейдің 7-ші сыныпта оқитын зерек оқушысы. Оның оқудағы және өмірдегі табысының басты құпиясы қатаң сақталатын күн тәртібінде. Ол уақытты тиімді пайдалану арқылы үлгеретін балам. Истайдың күні таңғы сағат 7:00-де басталады. Бірден төсегінен тұрып, жеңіл дене жаттығуын жасайды. Таңғы жаттығу миды оятып, күні бойы сергек жүруге көмектеседі деп ойлайды ол. Жаттығудан кейін салқын сумен жуынып, анасы дайындаған дәмді таңғы асты асықпай ішеді. Таңғы 7:50-де Истайдың киімі үтіктеліп, портфелі жиналған күйі мектепке аттанады. Мектепте Естай әр сабаққа белсенді қатысады. Ол мұғалімнің түсіндіргенін мұқият тыңдап, түсінбеген сұрақтарын бірден қояды. Осылайша ол үйге берілген тапсырманың жартысын мектеп қабырғасында ақ меңгеріп үлгереді. Үлкен үзілісте достарымен жеңіл тағам жейді. Бұл оның келесі сабаққа деген зейінін арттырады. Естай сағат түскі 1:15-те сабақтан үйіне оралып, отбасымен түскі ас ішеді. Сағат 14 шамасында 1 сағаттай тынығып алады. Тынығып алған соң 15:00-де достарымен спорттық ойындар ойнайды. Ол спорт денсаулық кепіл деген сөзді ұстанады. Сағат 16:00-ден кейін анасы дайындаған жарманы жеп алып, сабақ оқуға кіріседі. Истайдың жұмыс үстелі әрдайым таза, үстінде тек қажетті оқу құралдары ғана тұрады. Ол ең алдымен қиын пәндерден бастайды, өйткені бұл кезде миы сергек еді. 2 сағаттық жемісті оқудан кейін ол барлық сабағын аяқтап аулаға шығады. Бір сәт ағаш айналасында қосымша әдебиеттер оқиды. Естай сағат 19 шамасында отбасымен кешкі ас ішеді. Бұл олардың күндік жаңалықтармен бөлісіп, жылы сөйлесетін сүйікті уақыты. Кешкі астан соң атасымен шахмат ойнап, көңілді уақыт өткізеді. Ұйықтар алдында ертеңгі күнге дайындалады. Оқулықтар мен дәптерді реттеп, киімін реттеп қояды. Жуынып, 21:00-де ол ұйқыға жатады.